Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мұхамеджан. Мен Түркістан облысы Ақсүйкент ауылы номер 93 Абылайхан атындағы жалпы орта мектебінің түлегімін. Және Казбионик стартапының негізін қалаушымын. Біз мүмкіндігі шектеулі жандарға жоғары функционалды қол протездерін жасаймыз. Әлемде әр 30 секунд сайын бір адам қолынан айырылады. Бұл дегеніміз шамамен жылына 1 миллион адам. Ал Қазақстанның өзінде 2019 жылға статистикаға сәйкес 49 мың адам қол протездеріне мұқтаж. Оған қоса қазіргі бионикалық протездердің салмағы өте үлкен. Яғни көп протездер 1,5 килограммнан басталады. Және оны ұзақ қолданғанда қолды тез шаршатады. Және олардың бағалары 11 мың мен 93 мың доллардың арасында. Бұл көптеген адамдар үшін, тіпті мемлекет үшін өте қымбат. Біз адамның бұлшықет сигналдары арқылы басқарылатын бионикалық қол протездерін жасадық. Біздің жобаның басты ерекшелігі ол протездің жеңіл және бағасының қолжетімділігі болуы. Ең қиын бөлігі ол осыншама үлкен механикалық объектті, яғни электрониканы бір кішкентай құрылғыға салу. Байқаудан кейін біз жобаны мүлдем тоқтатқан жоқпыз, керісінше ары қарай дамыттық, протезді жетілдірдік, алғашқы пайдаланушылар пайда болды, түрлі байқауларға қатыстық және акселерациялық бағдарламалар өттік. Мәселен, қазірдің өзінде бізде 6 тұтынушы бар және 7-ден аса бионикалық қол протездерден күтіп отыр адамдар. Және протездің салмағын біз әлемдік рекорд жаңарттық, салмағы 375 грамм болды. Және командамызға кәсіби протезист алдық. Алдағы мақсатымыз ол Қазақстанда өз өнімімізді кеңінен енгізіп, кейін халықаралық нарыққа шығару. Қазір бізде ең қажет нәрсе ол өндірісті кеңейту, ғылыми зерттеулерді жалғастыру және жаңа серіктестер табу. Егер өз тәжірибемнен алатын болсақ, идеяның мінсіз болғанын күтпеу. Яғни ең бастысы жай ғана бастау. Себебі ең жақсы жобалар ол жұмыс барысында қалыптасады.